Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай қуыруды, қайнатуды қажет етпейтін, қысқа арналған, бар болғаны барлық көкөністерді турап, араластырып, банкіге салып, бетін жауып қана қоя салатын өте дәмді салаттың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арналама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаймыз. Құрамының барлығын описание бөліміне толықтай килограмммен жазып қалдырып кетемін. Мен бұл жерде өзімнің отбасымда 2-3 адам ғана болғандықтан соған арнап жасап жатырмын. Егер көбірек жасағыларыңыз келіп жатса, дәл осы құрамды 2 есеге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен қызанақты осылай жуып, тазалап, төртпіштеп турап аламыз. Және де осылай қиярды да дөңгелектеп турап шығамыз. Немесе бұлай өздеріңізге ұнамаса, сопақшалап турап шықсаңыздар болады. Қызыл, жасыл болгар бұрыштарында дәл осылай жұқалап турап аламыз. Одан кейін пиязды осылай жарты ай етіп турап шығып, оны да саламыз. Оның үстінен сәбізді үккіштен өткізіп саламыз. Бізге бір дана осындай ащы қызыл бұрыш қажет болады. Соны майдалап турап жібереміз. Және де 4-5 тал чеснок қажет болады. Оны да майдалап турап біздің салатымызға қосамыз. Шамамен 500 граммдай капуста қажет болады. Капустаны да майдалап турап саламыз. Өздеріңізге ыңғайлы ететіндей етіп турай берсеңіздер болады. Сопақшалап немесе төртпіштілеп турасаңыздар да болады. Енді бізге укроп пен кинза қажет болады. Яғни кинза кішкене салатымыздың әдемі дәмін шығарып тұру үшін қажет. Оны да майдалап турап салатымызға қосып жібереміз. Оның үстінен 2 ас қасық тұз және де 4 ас қасық қантты саламыз. Қара бұрыштың осындай үлкені қажет болады. Содан 1 қасықтай салып жібереміз және де 2-3 осындай лавр жапырағын саламыз. Үстінен 100 мл сұйық май, 4-5 ас қасық, 9% уксустан салып жібереміз де барлығын жақсылап араластырамыз. Алдымен осылай қасықпен араластырып едім, өте ыңғайсыз болғандықтан осылай қолмен араластыра бергендеріңіз жөн. Жаңағыдай барлығы бір-біріне жақсылап араласылуы қажет. Салаттың бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Одан кейін бізде суы бөлініп шығу керек. Тағы да жарты сағаттан кейін бетін ашып, тағы да бір рет араластырып, қайтадан 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Менде ол жері видеоға түспей қалыпты. Міне бізде осындай астында әдемі суы бөлініп шығу керек. Және де бізге осындай банкілер қажет болады. Банкілерге нығыздап салып шығамыз. Себебі қазір біз бұларды үстінен басып шыққан кезде капусталарымыз кішірейіп, жартылай болып қалуы мүмкін. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Табақтың астында қалған осындай суын банкілердің бетіне құйып шығамыз. Шамамен көз мөлшерімен бөліп, одан кейін бізге үлкен кастрюль қажет болады. Оның ішіне жартылай сумен майлықты саламыз да, бетінен банкілерімізді қойып, газге қоямыз. Бір қайнағаннан кейін барып, шамамен жарты сағаттай баяу отта қайнатып алатын боламыз. Банкілерімізді кастрюльден аламыз. Бетін жаңағыдай бұндай емес, жапқышпен жабатын қақпақ болса, жапқышпен осы кезде жақсылап жауып шығамыз. Одан кейін үлкен бір матаға орап, қараңғы етіп, ешқандай көлеңкі түспейтіндей етіп, бір тәулікке қойып қоямыз. Одан кейін барып, салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Қыс мезгілінде кез келген тамаққа, қонақ келгенде дастархандарыңызға қоятындай өте тәбет ашар салат болып шығады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.